Сәлем достар, мен бүгін сіздермен Будян әдісі бойынша бала жынысын қалай жоспарлауға болатыны туралы айтатын боламын. Бұл әдісті мектепте жұмыс жасайтын екі ерлі-зайыпты будяндар отбасы ойлап тапқан. Олар оқушылардың ата-аналарымен талқылай отырып, осы өздерінің ойлап тапқан әдістерінің дұрыстығын тексеріп отырған. Олар зерттеу нәтижесінде баланың ұл немесе қыз болуында бір реттілік бар екендігін байқаған. Будян әдісі бойынша әр әйел адам бір жылда дүниеге ұл баланы да қыз баланы да әкелуге бірдей мүмкіндігі бар екен. Ол әйел адамның анасы жағынан берілетін гендік типіне байланысты. Будян әдісі бойынша олар бір жылды 13 циклге бөлген және әр цикл 28 күнді құрайтын болған. Кестеде 2 жыл көрсетілген, сол жақта нечетный год, тақ жылдар, оң жақта четный год, яғни жұп жылдар көрсетілген. Және де әр жыл айларға бөлінген, әр ай 28 күнді құрайды. Бұл әдісте ең маңызды нәрсе әйел адамның типін дұрыс анықтау, ал әйел адамның типі тек анасы жағынан беріліп отырады. Сіздің қай типке жататыныңызды дұрыс анықтау үшін сіздің қай уақытта дүниеге келгеніңіз және де неше аптада туылғаныңызды білу қажет. Мысал ретінде айтайын, сіздің туған күніңіз 20 сәуір 1996 жыл. Осы күннен 38 аптаны алып тастаймыз, яғни 28 сәуір 1995 жыл. 1995, яғни бұл тақсан, сол бағынаны қараймыз. Және де бұл қай кезеңге келіп тұр? Бұл жұп кезеңге келіп тұр. 16 шілдеден 12 тамызға дейін. Егер сіз балаңызды жұп кезеңде көтерсеңіз, қыз бала тақ кезеңде болса, ұл бала болады деп жоспарласаңыз болады. Егер де сіз өзіңіздің типіңізді туған күніңіз бойынша анықтай алмасаңыз, онда алдында дүниеге келген өзіңіздің балаларыңыздың көтерген күнімен есептеуге болады. Мысалы, сіз ұлыңызды жұп кезеңде көтердіңіз, онда сіздің типіңіз тақ дегенді білдіреді. Немесе керісінше қызыңызды тақ кезеңде көтерсеңіз, сіз де тақ типіне жатасыз дегенді білдіреді. Сіздің типіңіз анаңыз жағынан беріліп отырғандықтан, сіздің қызыңыз да сіздің типіңізге жатады деген сөз. Сондықтан да нақты көтерген күнді дұрыс анықтау өте маңызды. Мысалы, сіздің қызыңыздың туған күні 10 мамыр 2019 жыл. Көтерген күніңіз 9 тамыз 18 жыл. Кестеде көргеніңіз 2018 жұп жыл, четный год, және де сол кезеңді анықтаймыз. Демек, сіздің типіңіз тақ. Өзіңіздің нақты типіңізді анықтағаннан кейін, кезеңдер бойынша өзіңізге қажет бала жынысын жоспарлауға болады. Баланың жынысын 100% жоспарлау нақты мүмкін емес, дегенмен бұл әдіс 85%-ға дұрыс шыққан. Будян әдісімен жоспарлау барысында күндерді дұрыс есептей білу маңызды. Будян әдісімен есептеп көріңіздер, сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыз.